Kanalımызға жазылып отырған таза подписчиклер және басқалардың ұсынысы менен хабарласып отырған база адамлар надырс түсініктер менен келіп атыр. Консультация вақытында бір мәслихатпенен проблемалардан құтылып кетуді ойлайтын екен. Консультация сеанстар туралы алдыңғы видеоларда толық мағлұмат айтып қойған болсақ та, таза адамлар онша итибар бермейді. Бұрыннан күзетіп келатырғанлар бәрін түсінеді, видеоларда, сторисларды көріп келатыр. Консультация вақытында ешқандай проблемалар менен исленбейді, тек қана диагностика қылынады. Проблемалардың себеплерін қараймыз. Содан кейін бізде шешім бар яки жоқлығы айтылады. Болған. Проблемалардың үстінде сеанслар вақытында исленеді. Консультацияда проблемалар шешілуін күтпең. Кейін менден де қандайдыр ақылды гәплер айтып мотивация беруін күтпең. Біз ешқандай сабақ өтіп, ақыл үйретіп отырмаймыз. Біздегі метод ұлыма басқаша. Біз емес, келген адам сөйлейді. Жоғарыда айтылғандай консультацияда проблемалардың себеплерін анықтап, бір-бірімізге тура келеміз ба, соны біліп келісіп алу үшін. Тура келсе істесеміз, тура келмесе таңдау өзіңізде. Және беріліп тұратын сұрау, консультация алмай бірден сеанс алсақ болмай ма деп сұрайды. Адамның проблемаларын, оның жағдайын анықламай тұрып сеансларға қабылдамаймыз. Бізге байланысы болмаған проблемалар болуы мүмкін, ямаса бір-бірімізге тура келмеуіміз мүмкін. Солардың бәрін консультация вақытында анықтастырып, нежатлар күтуіңіз мүмкіндігін келісіп аламыз. Және соны айтып өтуіміз керек, консультация пулын төлеуге қиналған адам сеанслардың да пулын төлеуге қиналады. Себебі сеанслардың төлемі консультациядан жоғары тұрады. Одан кейін сеанслар вақытында да бір сеанстан барлық проблемалар шешіліп кетуін күту дұрыс емес. Комплекс істегеннен кейін барып комплекс шешім алады. Бұған орташа бір ай уақыт кетеді. Алдынлары бір сеансты бөлексілеп, бір проблеманың үстінде істеген уақытлар болды. Бірақ қазір тек қана комплекс істеп жатырмыз. Себебі комплекс сеанслар алмағанша проблемалардан толық құтылып қалмайды. Мәселен, бір үйді құратығын болсақ, бір сеанста фундамент құйылса, кейінгілерінде өріліп, үсті бастырылып, ішкі ремонтлары, фасад жұмыстары болынғаннан кейін үй толық дайын болады. Тек фундаментті құйып, неге бұның ішінде жасай алмайман деген логикаға тура келмейді. Соның үшін тек комплекс істейтін болдық. Комплекс сеансларға бір мәрте төлем қылып, одан кейін арқайын жүре берсеңіз болады. Үйіңіз толық біткеннен кейін өзгеше идеальный үйде бір өмір әз етіп жасайсыз. Меніңше не демекші болғанды түсіндіңіз. Егер таныстарыңызға бізді ұсынажақ болсаңыз, осы Instagram каналымызда толық көріп шығуын айтсаңыз болады. Сонда дұрыс түсініктер, дұрыс күтулер менен келген болар еді.